Семей шаһарында Абай күнін атап өту аясында кәсіпкерлердің басын қосқан облыстық деңгейдегі алғашқы бизнес форум өтті. Бұл жиынға алғыс шаққан шетел мен республикамыздың әр өңірінен 100-ден астам кәсіпкерлер онлайн және офлайн форматта қатысты. Форумда сөз алған Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев үлкен жиынға арнайы шақыртуды қабыл алған үшін бизнес өкілдеріне ризашылығын білдірді. Жаңадан құрылған Абай облысында бүгін міне бірінші рет ол Абайдың туған күнін бүкіл облыс атап өтуде. Ол тек қана осы қалада емес, бүкіл аудан қалаларда 70-ге жуық іс-шаралар ұйымдастырылған. Әр салаларында дамыған бизнесмендер осы Семейге форумға қатысып келген. Әрине ол қуантады. Семейге өз туған қан тамған жеріне көмектесеміз деп келген. Бірақ та мен оның бәрін ұғып тұрмын. Бір күн ішінде ол ешқандай осы бизнес не істесе де бір күн ішінде бізге көмек көрсете алмайды. Себебі осы бүгінгі бизнес форумда біз бүкіл осы мәселелерді талқылап шықтық. Қайтадан бизнесмендермен осы форумның қорытындысын отырып нақты проектілерді қарайтын боламыз. Осылай деген Нұрлан Телманұлы, бұл бизнес форумы бизнес қоғамдастық пен тиімді диалог орнату, жаңа бизнес пен инвестициялық мүмкіндіктерді іздеу, өңірлерді дамыту жобаларын жүзеге асыру үшін қажетті ресурстарды тарту мақсатында алғаш рет ұйымдастырылып отырғанын жеткізді. Форум барысында Нұрлан Телманұлы облыста тарихи-мәдени, сакралды, экологиялық туризм дамығанын, медициналық туризмді жандандыру үшін алғы шарттарының бар екенін тілге тиек етті. Бұдан кейін Нұрлан Ранхаев форумға қатысушыларға сөз тізгінін берді. Түркияның Ситерм компаниясының басшысы Атилай Закария Нұрлан Ранхаевты Абай облысының әкімі болып тағайындалуымен құттықтап, ауқымды форумды ұйымдастыруда бастама көтергені үшін алғысын білдірді. Нұрлан Телманұлы Ранхаев мырзаға сізде жаңа облыс әкімі болып тағайындалғаныңызбен құттықтаймын. Отырып алғыс білдіргім келеді. Казминералс менеджмент басқарма төрағасы Елдар Мамедов Абай облысына арнайы келгенін, бизнес форумға қатысуды үлкен мәртебе санайтынын атап өтті. Ал жас кәсіпкер, меценат, Асылтас Групп компаниясының директор Дулат Тастекеев Нұрлан Телманұлының бастамасымен аймақтың өсіп өркендеуіне, дамуына үлес қосуға ниетті. Ол Абай облысы жастарының, жерлестердің, кәсіпкерлердің басын қосқан форумның маңыздылығына тоқталды. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара тың бір жаңалық деп ойлаймын. Себебі экономиканың қауқар күші шағын және орта бизнестің, үлкен кәсіпкерліктің дамуында, яғни сол кәсіпкерліктің дамуының нәтижесінде кәсіпкерлердің жасаған жұмысының халыққа, мемлекеттік бюджетке, әртүрлі өңірлердің бюджетіне келіп түсетін салығының көлемінің нәтижесінде елдің әл-ауқатын, әлеуметтік жағдайын көтеруде. Бұл кештің барысында осы өңірде туып өскен, осы жерде нағыз отаным деп санайтын, кіші отаным деп санайтын азаматтар өз өңіріне келіп, жаңадан құрылған өңірге қандай көмектерін беретіндігін көрсетіп айтып жатыр. Бұл енді құптарлық, қуанарлық іс. Бұл іс негізінде бір рет қана болмай жүйелі түрде өтіп отыратын болса, нұр үстіне нұр болар еді. Басталып жатқан бастаманы құп көріп, өзіміздің тарапымыздан, қолымыздан келгенше кәсіпорындарымыздың осы жаққа қарай бет бұруына, осы жақта шоғырлануына аяқ қадамды басамыз деп ойлап отырмыз. Ауқымдық жиынға тек жерлестер ғана емес, шетелдік инвесторлар да қатысып өз жобаларымен таныстырды. Соның бірі Австралия елінен келген консалтингтік компания өкілі Марк Джоя Сундара. Біздің Абай облысына қант зауытын салу ойымыз да бар. Бірінші кезекте фабрика жылына 2700 тонна қант өндіреді деген жоспар құрудамыз. Кейіннен екінші кезеңде бұл деңгей 100 000 тоннаға дейін артатын болады. Бұл зауыт қалдықсыз өнім өндіретіндігімен ерекшеленеді және соңғы үлгідегі технологиямен жабдықталады. Онда қант қана емес, жылына 12 мегаватт электр энергиясы, 3 миллион этил спирті, сондай-ақ 500 тонна органикалық тыңайтқыш өндірілетін болады. Облыс басшысы форумның қорытындысы жақында шығарылатынын, жобалар қарастырылатынын айтты. Жиын соңында аймақ басшысы мен бизнес өкілдері естелік суретке түсті.
Абай күні Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымының Ұлы Дала Ұлы Абай атты гала концертімен жалғасын тапты. Семейлік көрермендер Роза Рымбаева бастаған еліміздің Ерлан Рысқали, Раушан Оразбаева, Азамат Шылтыркөзов қостаған әншілердің өнерін тамашалады. Сонымен қатар аталған жоба өңірлер мен елорданың арасындағы мәдени байланысын нығайтуға бағытталған. Концертті Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Александр Галсанов жетекшілік ететін Шығыс Қазақстан облысы әкімінің симфониялық оркестрі сүйемелдеді. Абай өңірінің жұртшылығы өнер адамдарын зор сағынышпен қарсы алып, орындалған әр туындыны ыстық ықыласпен тыңдады. Шырқалған әр ән мен ойналған күйлер ғажап күйге бөлеп, сүйсіндіріп қоя берді. Ал ұлттық өнерімізді киелі өлке деп паш еткен өнерпаздарға қошемет көрсетпеген көрермен қалмады. Еліміздегі басты концерт ұйымының солисттері гастрольдік сапарларын ары қарай Шығыс Қазақстан, Ұлытау, Жетісу, Түркістан және Жамбыл облыстарының аудандары мен моноқалаларында жалғастырып, мерекелік концерттерін береді. Бородулиха ауданының әкімі Ахметқали Нұрғожин аудандық орталық емханада болып, жылыту қазандығының жөндеу жұмыстарымен танысты. Автоматты түрде іске қосылатын дизель отынымен жұмыс істейтін резервтік генератор жақын арада орнатылатын болады дейді. Сондай-ақ жөндеу аяқталған емханаға кіреберіс жолдың сапасын көрді. Мұнда жаяу жүргіншілер жолы мен орындықтар орнатылып, жол тегістелген болатын. Және де жол бойына жарық орнату жоспарда бар екенін жеткізді. Үржар ауданы әкімі Нұржан Тоқсейітов Жаңа Тілек ауылының тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтар мен ұсыныстарға заң аясында жауап берді. Кездесуден кейін Жаңа Тілек ауылындағы жеңіс саябағын аралап шықты. Сапар барысында атқарылған жұмыстар өз көзімен көріп, ауыл тұрғындарына жасалған жағдайлармен танысты.